Ұзақ өмір сүру неге байланысты? Салауатты өмір салтына қатысты деп айтуыңыз мүмкін. Иә, оның да қатысы бар. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мамандары төрткүл дүниедегі ең ұзақ жасайтындар жапондар екені ғылыми тұрғыдан нақты дәлелдеп отыр. Неге? Сәлем достар. Ұзақ өмір сүрудің жапонша 11 тәсілімен таныстырып өтемін. Менімен бірге болыңыз. Каналыма тіркеліп, міндетті түрде лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Шындығында, Күншығыс елінің тұрғындары қазіргі таңда ұзақ жасаушы мемлекет тұрғындары тізімінің көш басында тұр. Мұның себебі неде? Бұл өзі тұқым қуалаушылық па? Ұзақ жасау жапондықтар үшін қалыпты өмір сүру нормасына айналып барады. Қазіргі таңда жапондықтардың орташа өмір сүру көрсеткіші 84 жасты құрап отыр. Басқа елдермен салыстырып көрейік. ақш-та орташа жас 79, Ресейде 70 жас шамасында. Қазақстанда орташа өмір сүру ұзақтығы 71 жасты көрсетіп отыр. Десек те, ұзақ жасаудың сыры неде? Оның құпиясы қандай? Жапондықтар неге ұзақ өмір сүреді? Енді оның сырына үңіліп көрелік. Жапондықтар қуырылған тамақты көп жемейді. Күншығыс елінің тұрғындары негізінен пісірілген немесе қайнатылған тамақтарды жақсы көреді. Егер қуыратын болса, майды өте аз құяды. Дайын болған тағамдарды кішкентай ыдысқа салып қояды. Біздікінде үлкен ыдысқа, дәу табаққа қою деген атымен жоқ. Үлкен қасықпен тамақ жемейді немесе ішпейді. Олар кішкентай қысқа таяқшалар арқылы жеуге дағдыланған. Олар сұйық тамақты өте жақсы көреді. Бірақ біздікінде емес. Біздің сорпаларда кесек-кесек ет пен картоп жүреді. Олардың сорпасына теңіз өнімдері мен балдырлар, әртүрлі шөптер салынады. Айырмашылығы осында. Теңіз өнімдерінде ағзаға қажетті заттар өте көп. Біздің сүйікті гарниріміз не? Картоп пен макарон, тағы басқа көзге үйреніп қалған шикізаттар. Жапондықтар гарнир ретінде күріш пен көкөністі көп таңдайды. Олар тапсырыс бергенде соя мен балдырларға көп мән береді. Енді ойланыңыз. Қайсысы адам ағзасына көбірек пайдалы? Макарон ба? Жоқ әлде балдыр ма? Жапондарда шай дайындаудың 1000 жылдық мәдениеті қалыптасқан. Олар әртүрлі пайдалы қоспалар қосылған көк шайды көбірек ішеді. Олар шайды ұнтақ түрінде пайдаланады. Өздері өсіріп жинайды және оны сақтауының да сыры бөлек. Мұндай шай біз ішіп жүрген шайға қарағанда тиімді және сіңімдірек. Жапондықтар не жесе де сапалы балғын тағамдарды жейді. Олар 2-3 немесе 1 апта тоңазытқышта жатқан етті пайдаланбайды. Шартты түрде алғанда жаңа сойылған малдың етін дұрыс көреді. Бірақ ол жақта еттен гөрі басқа тағам дұрысырақ. Мысалы, олар балық жегісі келсе, ресторандағы кішкентай су ауыстауында жүзіп жүрген балықты тікелей өздері көрсетеді. Аспаз клиенттің көз алдында оны сойып, балықты асып немесе буға пісіріп береді. Жапондықтар ешқашан тоя тамақ ішпейді. Оларда тамақ ішудің сан ғасырлық өзіндік мәдениеті қалыптасқан. Күншығыс елінің тұрғындарында тамақты түк қалдырмай жеп қою әдеті жоқ. Тәбетің соншалықты ашылып тұрса да, тарелкада кішкентай етіп қалдыруың керек. Өткен ғасырдың 60 жылдары қабылданған міндетті денсаулық сақтау жүйесінен кейін жапондықтардың өмір жасы ұзара бастады десек, артық айтқандық емес. Өйткені қабылданған заңнан кейін жапондықтар жылына 12 рет дәрігерге барады. Ол міндетті. Күншығыс елінің тұрғындары бұл талапты бұлжытпай орындайды және оны қалыпты дағдыға айналдырған. Қалада немесе ауылда болсын, біз барар жерімізге көлікпен жетуге тырысамыз. Жапонияда адамдардың басым бөлігі қоғамдық көлікті мінеді.
тіпті жұмысына жаяу баратындар бар. Қоғамдық көлік жапон халқы үшін күнделікті өмір салты. Күншығыс елі тұрғындарының тіпті жұмыс істеу тәсілі де бөлек. Олар компьютердің алдында отырып емес, кейде түрегеп тұрып та жұмыс істей береді. Күніне 2 рет жуыну жапондықтар үшін қалыпты әдетке айналған. Ол тазалықты білдіреді. Тазалыққа үйренген адамның ағзасына жұқпалы микробтар да жолай қоймайтыны ақиқат. Жапонияда радио бойынша гимнастика деген бағдарлама бар. Оны кез келген азамат орындайды. Және оған тұрақты қатысу әдетке айналдырған. Радио фитнес жапондықтар үшін салауатты өмір салты. Күншығыс елінің тұрғындары таза ауада жүргенді жақсы көреді. Үйде отырып тамақ ішу олардың дағдысы емес. Құрметті қонақпен дидарласқанның өзінде оны дұрыстау мейманханаға шақырады. Әйтпесе тауға шығып дидарласып қайтады. Әрине, ұзақ өмір сүрудің амал тәсілдері көп. Ол ең алдымен өзіңе байланысты. Бірақ өмірде орын алатын әртүрлі жағдайларда адамның тағдырына әсер етуі ықтимал. Әрине де сабырмен қарап кез келген іске мақсатты түрде кіріскен дұрыс. Десек те, адамның ұзақ жасауына байланысты ғалымдар әртүрлі болжамдар айтады. Оның бір жақты рецепті жоқ. Десек те, тағы бір әдіс тәсілдерін айтқанның артығы болмас. Калориясы көп тамаққа тәбетіңізді тыйыңыз. Күн сайын алма жеп тұру керек. Қайнаған таза салқын су ішкеннің пайдасы көп. Белсенді жұмыс істеген жақсы. Күн сайын душ қабылдаңыз. Салқын бөлмеде ұйықтаңыз. Демалыс күндері жаяу жүріңіз, немесе 10-15 шақырым велосипед айдаңыз. Көңіл күйіңіз әрдайым жоғары болсын. Достарыңызбен болғаныңыз артық. Қартайып келе жатырмын деп еш уақытта ойламаңыз. Жақсы нәрсе туралы жиі ойлаңыз. Зейнеткерлікке шықсаңыз да әрдайым сүйіктісіңізбен айналысыңыз. Ең бастысы, деніміз сау, бай, қуатты болайық. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, және өзіңіздің жасару құпияңызбен бөлісе отырыңыз.